Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Сабағымыздың мақсаты етістіктің болымды, болымсыз түрлерін ажыратамыз. Мәтіндегі тірек сөздерді табамыз, ашық және жабық сұрақтарға жауап береміз. Олай болса, балалар, бірінші бейне көрсетілімге назар аударайық. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Дана, осы мақалдың мағынасын қалай түсінуге болады? Алина, атаңның баласы болма дегені атаңның ғана емес, яғни өз отбасыңның баласы ғана емес, бүкіл халықтың баласы бол деген мағынада айтылып тұр. Әр қазақ баласы өзі және отбасы үшін ғана емес, еліне, отанына да қызмет етуі қажет деген сөз. Түсінікті, бір отбасының ғана емес, жалпы елінің, отанының қамын ойлайтын, оған пайдасын тигізетін азамат бол деген мағынаны береді екен ғой. Дұрыс айтасың, Алина, осы мақалдағы етістіктерге талдау жасап көрші. Бол етістігі болымды етістік. Болымды етістік іс-әрекеттің жүзеге асуын білдіреді. Болма етістігі болымсыз етістік. Өйткені бол болымды етістігіне, ма болымсыз етістігінің жұрнағы жалғанып тұр. Дұрыс, жарайсың, Алина. Бейне көрсетілімді көріп болсақ, оқулығымыздағы мақалды талдайық. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Осы мақалда екі етістік бар. Болма, болымсыз етістік, бол, болымды етістік. Негізгі етістікке ма жұрнағы жалғану арқылы болымсыз етістікті жасауға болады. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асуы, аспауын білдіруіне қарай екіге бөлінеді. Болымды етістік іс-әрекеттің болғанын, жүзеге асқанын білдіреді. Мысалы, оқы, жаз, кел, бар. Болымсыз етістік іс-әрекеттің болмауын, жүзеге аспауын білдіреді. Негізгі етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, айт, айтпа. Айт деген болымды етістікке па жұрнағы жалғану арқылы болымсыз етістік құрастыруға болады. Оқы болымды етістігіне ма жұрнағын жалғау арқылы болымсыз етістік жасауға болады. Жаз болымды етістігіне ба жұрнағын жалғау арқылы болымсыз етістік жасауға болады. Олай болса, балалар, енді тапсырмаларды орындайық. Ал енді оқушылар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада қосымшалы етістіктерді көшіріп жазып, түбір мен қосымшаны тиісті белгімен белгілейміз. Жүз, жүзбе, күл, күлме, төк, төкпе, жаз, жазба, бар, барма, тақ, тақпа. Осы болымсыз етістіктерді ажыратып, түбірі мен қосымшасын тиісті белгімен белгілеп, қатесіз көшіріп жазамыз. Жарайсыңдар, балалар. Енді өзімізді тексеріп алайық. Екінші тапсырмада тыйым сөздердің қатесін түзеп, көшіріп жазамыз. Босағада тұрма, көк шөпті жұлма, малды теппе, ақты төкпе. Тыйым сөздердің қатесін түзеп, көшіріп жазып, болымды және болымсыз етістіктерді ажыратамыз. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, өзімізді тексеріп алайық. Үшінші тапсырмада сөйлемдерді суреттермен сәйкестендір. Бірінші сөйлем: қолыңды сабында, тоқты ұстама, гүлді баспа. Сөйлемдерді оқып, суреттермен сәйкестендіреміз. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, өзімізді тексеріп алайық.
Қолыңды сабында, тоқты ұстама, гүлді баспа. Келесі тапсырма шығармашылық үзіліс. Бұл тапсырмада ребусты шешеміз. Ребустың шешуіндегі сөзге сөйлем құраймыз. Жарайсыңдар балалар. Ребустың шешуі баспа сөзі. Баспа сөзіне бас киіміңді баспа. Қазақ тілі оқулығы Атамұра баспасынан шығады деген сөйлемдерді құрастыруға болады екен. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасау үшін өзіңді тексер тапсырмасын орындаймыз. Бұл тапсырмада сіздерге 3 сұрақ берілген. Осы 3 сұрақтың нұсқасын белгілеңдер. Орындаған тапсырмаларды ClassDojo платформасында тексеретін боламын. Бүгінгі сабағымыздың оқу тапсырмасы оқулықтағы 55-ші беттегі ережені ереже дәптеріне жазып, жаттап алыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.